Баршаңызға сәлем. Бүгін ең дәмді торт Whoopie Pie тортын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қоспаларын описаниеде жазып қалдырамын. Бірінші, сары май мен шоколадты водяной баняда ертіп аламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Сосын ыдысқа ірі болса 5, майда болса 4 жұмыртқамен қатымызды салып, ақ көбікке айналғанша араластырамыз. Енді еріген шоколадты қосып, тез арада қозғау керек, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Жақсылап миксерлейміз. Содан соң еленген ұнға қамыр қопсытқыш пен какаоны салып араластырып аламыз. Сұйықтыққа 3-4 қасықтан салып отырып қозғаймыз. Оның бәрін салған соң бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Енді 4 пергамент қағазын формаға сәйкес етіп қырқып аламыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Қағазды салып форманы қысамыз. Мынадай дөңгелек шығарамыз. Келесі бетіне аударып, қамырымызды 6-7 қасықтан салып, дөңгелек бойымен бірдей етіп жайып шығамыз. Сосын қызып тұрған пешке 190 градусқа 6-7 минуттай пісіріп аламыз. Пісу уақыты пешіңізге байланысты, қарап отырғаныңыз жөн. Міне корждарымыз пісті, оларды барынша суыға қалдырамыз. Кремін әзірлеуге көшейік. Бар болғаны қант ұнтағы мен випак қолданамыз. Випакты алдын ала шайқап алған дұрыс. Бірінші випактың өзін миксерлеп алайық. Кішкене қоюланған соң қант ұнтағын қосып отырып миксерлейміз. Бізде мынадай қою, керемет, дәмді крем пайда болады. Кремімізді кондитер қапшығына салайық. Коржымызды тарелкаға салып, крем жаға отырып жинаймыз. Мен өзімнің қалауыма байланысты кремді кішкене аздан жақтым. Негізі шариктер бұдан үлкенірек болуы тиіс. Енді үстіне шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды ертіп алуымыз керек. Мен тортымыздың бетіне аз бөлігін жағып кішкене қалдырдым, шоколадымыз сіңіп кетпеу үшін. Содан соң бәрін құйып, жайып шығамыз. Бетін әсемдеу фантазияларыңызға байланысты мен банан, киви және шиені қолдандым. Дайын болған тортымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Міне біздің Whoopie Pie тортымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Айнура, алда көп рецепт түрлерін салатын боламын. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.